Сыроедение деп аталатын диета түрі кейінгі кездері сәнге айналған. Яғни аты айтып тұрғандай шикізатты ғана жейсіз. Жұмыстан қолы босамай тамақ жасауға уақыты жоқтар үшін таптырмас амал. Диетаның пайдасы мен зияны жөнінде талас бар болса да, нәтиже барлығын қуантарлық. Дюкан диетасы деп аталатын бұл артық салмақ тастау әдісін ұстансаңыз, бір аптада 5 келіге жуық салмақ тастайды екенсіз. Диета ерекшелігі ақуызы мол өнімді қаншалықты мөлшерде жесеңіз де болады. Тек тағамның көмірсуы аз болу керек. Волюметрика диетасы жөнінде 50 жылдық тәжірибесі бар Барбара Роллс толық жазған болатын. Бұл ретте көмірсуы жоғары шоколадты жеудің орнына сізге құрамында тура соншалықты мөлшердегі көмірсуы бар тек пайдалы тамақ жеуге кеңес береді екен. Интуитивті тамақтану деп аталатын жаңа диеталық әдіс сіздің тұла бойыңызбен терең қарым-қатынаста болады. Яғни тамақты қарныңыз ашқан кезде ғана немесе ағзаңыз қандай тамақты қалап тұрса соны ғана жейсіз. Полиодиета. Аты айтып тұрғандай палеолит дәуіріндегі адамдар сияқты тамақтану. Яғни сол кездегі адамдар секілді дәнді дақылдар мен сүт өнімдерін рационыңыздан алып тастайсыз. Сонымен қатар қант пен тұзға да қош айтуыңыз керек екен. Нәтижесі сізді көп күттірмейді.